Жаңа туылған сәбиге ат қоярда оң құлағына азан айтып, сол құлағына қамат түсіру сүннет амалына жатады. Ардақты Алла елшісі немересі Хасан туылғанда құлағына азан шақырып, ат қойғандағы хадистерде айтылған. Кітаптарда келтірген басқа бір риуаятта пайғамбарымыз кімде-кім дүниеге келген баласының оң құлағына азан шақырып, сол құлағына қамат түсірер болса, ол балаға Үмму Сибиянның зияны тимейді. Яғни, ол балаға жын шайтаннан зиян келмейді. Дей келе, аталмыш рәсімнің пайдалы тұсына назар аудартқан. Мұнымен қоса, азан айтудың тәрбиелік мәні де жоқ емес. Азан сөздерін құлағына естірту арқылы дүние есігін жаңа ашқан сәбиге Алланың құлы, Мұхаммедтің үмбетісің, әлмисақтан мұсылман болғандықтан өскенде Құдайға құлдық ұрып, намаз оқы, мұсылман екеніңді ұмытпа деп тұрғандай. Ал енді аталмыш рәсім көбіне жаңа туылған сәбиге жасалады. Бірінші күні немесе ең кеші 7-ші күні. Одан кешіктірмеген абзал. Алда жалда ата-ана ұмытып, ат қоярда азан айтылмаған болса, ол үшін күнә жазылмайды. Сондықтан да кішкене күніне құлағына азан айтылмаған балаларыңызға өскеннен соң азан айтып, қайта ат қою шарт емес.